Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Мен видеоны өшіре салайын, иә, өйткені бізде Zoom мен YouTube қатар қосылған кезде, видеоны қосқан кезде қатады. Менің даусым естіліп тұр ма сіздерге? Енді айтып жіберсеңіздер. Жалпы түрімді бір көріп алдыңыздар. Мен видеоны енді келесі аптаның сабағында YouTube'пен өтеміз, сол кезде қату деген мәселе болмайды. Сондықтан бүгін сабақты видеосыз өтейік. Менің түрімді көргілеріңіз келсе, сабақтың бас жағына өтіп алыңыздар. Жақсы, ал сабақты бастайық. Бізде бүгін оқу сауаттылығы бойынша менімен болатын сіздерде алғашқы сабақ. Ең бірінші мен кіммін, содан бастайын. Менің аты-жөнім Рахмет. Арыстан онлайн академиясында 3 жылдан бері қарай сабақ беріп келе жатырмын. Осы уақытқа дейін қазақ тілі, қазақ әдебиет және оқу сауаттылығы пәндерінен сабақ бергенмін. Биыл негізі сіздерге оқу сауаттылығынан сабақ бермеймін, уақытымның ыңғайы келмейді деген дүниені айтқан едім, бірақ басшылықтың ұсынысымен сіздерге қайтадан оқу сауаттылығынан сабақ беремін. Енді оқу сауаттылығы бойынша нені білу керек, нені қарастырамыз. Ең бірінші содан бастайық. Оқу сауаттылығында биыл өзгеріс 10 балдық деңгейге түсті. Сіздерде 3 мәтін болады. Алғашқы бірінші мәтін бойынша 2 сұрақ, екінші мәтін бойынша 3 сұрақ, үшінші мәтін бойынша 5 сұрақтың деңгейінде болады. Мәтіндер бұрынғы алғашқы кезде 2017-2018 жылдары қалай болды, яғни алғашқы мәтін 70-80 сөзден тұрады, келесі мәтін 100-110 сөзден тұрады, келесі мәтін 100-150-200 аралығында тұрады деп, дәл сол шкаланы сақтап, яғни біртіндеп сіздерге мәтіндер күрделенетін болады. Енді бізде ең бірінші сабақ мәтін және мәтіннің тақырыбы негізгі ой деген дүние. Енді біз мәтіннің тақырыбы, мәтіннің негізгі ойы деген нәрсеге өтпес бұрын біз не істеуіміз керек? Біз алдымен оқу сауаттылығында немен жұмыс жасаймыз, соған мән беріп алайық. Сіздер оқу сауаттылығында кез келген танысатын, оқитын және сол бойынша сұраққа жауап беретін нәрсе ол мәтін. Яғни бізде әу баста қазақ тіл білімі бойынша дыбыс, сөз тіркесі, сөйлем деп сөйтіп жіктеліп қарастырылатын болса, біртіндеп сөйлемдердің жиынтығы, яғни бірнеше сөйлемнен құралып, біз не жасай алады екенбіз? Мәтін жасай алады екенбіз. Қазір сол сіздердің негізгі оқу сауаттылығында қарастырылатын дүниелеріңіз, мәтін деген тақырыпқа өтеміз. Конспект жасаймыз ба? Жасамау еріктеріңіз, мен жасаңыздар, жіберіңіздер деген нәрсе айтпаймын. Өздеріңіздің керек дүниелеріңізді түртіп алып отырсаңыздар болады. Сабақ 1 сағат 10-да басталды, 11-де толық аяқталады. Сосын қазір кіріп отырған оқушылар сіздерге мынандай өтініш жасайын, сіздер мектепте де, жалпыма үйлеріңізде де таңдау пән бойынша, математикалық сауаттылық, Қазақстан тарихы бойынша дайындық жасап жүрсіздер. Барлығымызда ой бар, оқу сауаттылығы оңай деген. Мен сіздерге оқу сауаттылығы деген қиын, оқыңыздар, дайындалыңыздар деп қинағым келмейді. Оқу сауаттылығы жеңіл болады, егер сіз мәтіннің құрылымын түсініп алсаңыз, сұрақтарға қалай жауап беру керек деген жеңіл жолдарын түсініп алсаңыз, сізге оңай болады. Сондықтан сіздерден өтінерім, басқа уақытта оқу сауаттылығынан мәтін талдасаңыз да, талдамасаңыз да еркіңіз, бірақ аптасына 1 болатын осы оқу сауаттылығына қатысып, кішкене де болсын білім алуға тырысыңыздар.
ой, мәтін туралы не білім алам, оқи салып шеше салам деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ ми деген нәрсенің функциясы басқаша. Сіздер осы уақытқа дейін дағдыланбаған нәрсені жаңадан сол ұбт-ға барған кезде шешсеңіздер өте қатты қиналып қаласыздар. Өздеріңіз алдыңғы жылғы бітірген, оның алдыңғы жылғы бітірген түлектердің нәтижесіне қарасаңыздар, барлығында не оқу сауаттылығынан мәселе бар. Мейлі ол 1 балл болсын, мейлі ол 2 балл болсын. 1-2 балл болсын. Сондықтан басқа уақытта сіздерге мәтін талда, үйден ананы істе, мынандай конспект жаса демеймін. Аптасына 1 болатын 1 сағаттық сабаққа уақыт тауып, барынша дайындық жасауға тырысыңыздар. Біз енді бұл жерде не істейміз? Бұл жерде біз ең бірінші мәтін деген нәрсемен танысып, оқу сауаттылығында келу ықтималдығы жоғары сұрақтарға талдау жасаймыз. Одан кейінгі екінші нәрсе бар. Ол сіздердің биыл мемлекеттік емтихан тапсырасыздар, білесіздер, эссе жазасыздар. Сондықтан сол эссенің құрылымымен, эссені қалай жазуға болады, тезис деген не, аргумент деген не, міне осы нәрселер туралы сіздерге барынша толық ақпарат беруге тырысамын. Енді қараңыздар, оқу сауаттылығы сіздерді қинайтын, бекіту жазатын, апталық тест тапсыратын пән емес, оқу сауаттылығына кәдімгі бір демалатын пән ретінде келсеңіздер болады. Ал енді кеттік. Бүгінгі біздің тақырып қандай? Біздің бүгінгі тақырып мәтіннің тақырыбы негізгі ой деген дүние. Енді ең бірінші біз бірден мәтіннің тақырыбы деген мынау, негізгі ойы деген мынау демес бұрын мына дүниеден бастайық. Дәл қазір сіздерге бір 5 минуттық мультфильм қосамын. Ой, апа, неге мультфильм, біз кішкентай оқушы емеспіз ғой демеңіздер, сіздерге пайдасы тиетін дүние. Балам, анау жатқан тағаны ала жүр. Ой, әке, мынау сынып қалған ескі тағаны алып қайтеміз.
Көрдің бе балам? Жаңа тағаны бір ғана еліп алуға ерінген едің. Енді сол тағаға алған құрман аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Мұнан бұлай есіңде болсын балам. Аз жұмысты қиын сынсаң, көп іске тап боласың. Ал кеттік. Мышка мешать етіп жатыр дейді, жақсы. Ренжімеңіздер. Енді қыздар, жігіттер, кішкене қату болса, видеода қату болса, түсіністік танытыңыздар бүгінше ғана. Өйткені бүгін зуммен өтіп жатырмыз. Келесі сабақтан бастап, Алла қаласа, ютубпен ешқандай мәселе болмай сабағымыз өтетін болады. Ал енді мәтін, бұл негізі енді мәтіннің негізінде түсірілген мультфильм ғой. Бұл мультфильм кімнің ертегісінің немесе кімнің әңгімесінің негізінде түсірілген. Ал кеттік. Өте жақсы. Бұл негізінен ең алғашында мәтін болып қалыптасты. Сіздердің мынау оқып жүрген қазақ тілдеріңіз болсын, геометрияларыңыз болсын, тарихтарыңыз болсын, ішінде берілген дүниенің барлығы мәтін. Бұл Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» деген әңгімесінің негізінде түсірілген мультфильм болатын. Енді бұл жерде кішкене өзгеріс бар. Неге? Өйткені менің атым Қожаны да, я болмаса сол секілді көптеген фильмдерді көрсеңіздер де, көбі осындай шығарманың негізінде алынады да, бірақ фильм етіп түсірген кезде не істейді? Ол өзгеріске енеді. Міне дәл сол секілді бұл жерде де анау шығармада негізі шие болып аталатын дүниені діни басқарма бізде құрмаға ауыстырған. Жалпы сондай ғана ерекшелік бар. Бірақ мәтіннің негізгі ойы деген нәрселер не істемеген? Өзгермеген. Ал енді қараңыздар, мен сіздерге мәтіннің тақырыбымен негізгі ойды бір түсіндіріп өтемін. Сосын Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» деген шығармасының негізінде осы мәтіннің тақырыбы, мәтіннің негізгі ойы деген нәрсені талдайтын боламыз. Ал енді бұл сайға мәтіннің тақырыбы деген не? Бізде екі нәрсе бар, мәтіннің тақырыбы және мәтіннің негізгі ойы деген. Бізде көп оқушылар шатасады, тақырып пен ойды бірдей қылып ала салады. Қай кезде мәтін мазмұнына сай мақал мәтелді белгіле деген сұрақ келген кезде. Көп оқушы мәтін мазмұнына сәйкес, жақсы нәрсе тақырып «Әке мен бала» деп тұр ғой дейді да, ана 4 мақалдың ішінен әке мен балаға қатысты бір мақал белгілей салады. Шындап келгенде мәтінге байланысты мақал мәтел деген кезде тақырып негізге алынбайды. Енді ең бірінші тақырып деген не нәрсе, негізгі ой деген не нәрсе. Қараңыздар, сіздерге бір мәтін берілуі мүмкін. Мысал ретінде алайық, ол мәтінде не туралы айтылады? Мысалы, толыққанды Алматыдағы кітапханалар туралы айтылған не мәтін берілуі мүмкін. Одан кейін қараңыздар, кітапханалар, Алматы қаласында осындай кітапхана бар, ол кітапхананың қоры осынша кітап, мына кітапханаға жастар емін-еркін кіріп шыға алады, мына кітапхана тегін деп осындай ақпарат беріп келеді де, ең соңында мынандай нәрсе айтуы мүмкін. Ең соңында біз кітаптарды аялайық, кітаптардың бағасына жетейік, оны таза ұстайық деген секілді не берілуі мүмкін? Деген секілді ой берілуі мүмкін. Яғни мәтінде кітапхана туралы айтылуы ол мәтіннің тақырыбына кетеді. Ал мәтінде нені сізге айтқысы келді, яғни осы мәтінді жазу арқылы автор сізге нені жеткізгісі келді, сол бізде не болады? Ол бізде мәтіннің негізгі ойы болады. Яғни мәтінде кітап туралы айтылса, сіз тақырып ретінде кітап білім бұлағы деген сияқты тақырыпты қоя аласыз. Ал соңында кітапты аялайық, кітапты тазалап ұстайық дегенде, сіз негізгі ой ретінде кітапты аялау, немесе кітапқа дұрыс қарау деген сияқты негізгі ойды ала аласыздар. Одан кейін
тағы бір нәрсе алайық, мысалы табиғат туралы. Еліміздің табиғаты осындай, біздің климаттық жағдайымыз мынандай, табиғатқа тікелей әсер ететін нәрселер олар мыналар деп айтып келіп, соңында далаға қоқыс тастамайық, табиғатты гүлдендіретін біз деген сияқты дүниелер айтса, яғни соңындағы табиғатты жаңағы аялайық деген нәрсе ол мәтіннің негізгі ойы болады да, жалпылама мәтін тақырыбы ол бізде табиғат туралы болады екен. Сонда мәтіннің тақырыбы деген не десе, мәтінде не туралы, я болмаса кім туралы айтылды, бұл бізде мәтіннің тақырыбы болады. Ал мәтіннің негізгі ойы деген нәрсе бар, ол мәтінді жазған автор не айтқысы келді сізге, не айтқысы келді. Осы нәрсе. Яғни сол мәтінді жазу арқылы сізге нені дәріптегісі келді. Міне осы нәрсе. Тақырып не туралы, я болмаса кім туралы. Мысалы, мәтін бүтіндей бір Абай туралы болуы мүмкін. Бірақ Абай туралы айтып келіп, сізге негізгі жеткізгісі келген мүлдем басқа ойы болуы мүмкін. Я болмаса, мәтін бір Қазақстандағы мектептер туралы болып келіп, ең соңында Қазақстандағы білім жүйесі туралы өз ойын айтқысы келуі мүмкін. Сонда алғашқы мәтін басталған кезде кіріспеде сіздер мәтіннің негізгі тақырыбын анықтай аласыздар, ал ең соңғы жағынан қорытынды бөлімнен мәтіннің негізгі ойын анықтай аласыздар. Енді қараңыздар, мысалы, сіздердің тарихты алайық, тарихта сақтар туралы бар. Сабақтың тақырыбы сақтар болады. Бірақ ары қарай ол жерде тек қана сақ деп айтпайды да, ол жерде сақтардың несін айтады? Сақтардың өмір сүру салтын айтады, олардың киім кию ерекшелігі, немесе сақтардың бөлінісі, Парадарая сақтары, Тиграхауда сақтары деген секілді, олардың әр қайсынан өзіндік қандай ерекшелігі бар. Яғни олар бөлінгеннен кейін өзіндік ерекшеліктен тұрады ғой. Бұны соларды ары қарай түсіндіріп айтатын болса, ол бізде негізгі ой болады, ал жалпы мәтіндегі сақтар деген ол тек тақырып деңгейінде қалады. Ал енді сіздерге негізгі тапсырма, барлығымыз жаңа мультфильмді көрдік, әке мен бала. Енді сіз сол шығармаға қандай тақырып қоятын едіңіз, және негізгі ойы қандай, яғни мәтінді жазған автордың сізге айтқысы келген ойы қандай, қалай ойлайсыздар? Ал кеттік. Жаңағы ертегінің негізінде тақырып қандай? Сіздің ойыңызша, әркім өзі қояды. Яғни бұл жерде қате дұрыс деген нәрсе жоқ. Өздеріңіздің түсініктеріңіз бойынша мен ойымша тақырып осындай, мен мынандай негізгі ойды дәріптеп тұр деп ойлаймын деп айтсаңыздар. Жақсы, тақырып әке мен бала. Жақсы, өте жақсы. Әкенің баласына ақыл дейді, өте жақсы, иә. Баланың еріншектігі дейді, жақсы. Таға жинайсаң байисың дейді. Аз іске ерінген көп іске душар болады дейді, өте жақсы. Ерінбеу керек қой, басы қиын болса соңы жемісті болады, өте жақсы. Еріншектік, жеңіл жұмысқа ерінсең, екі есе ауыр жұмысқа тап боласың дейді. Ал жақсы, өте жақсы. Енді қараңыздар, сіздерге мынандай сұрақ келеді. Мәтін мазмұны бойынша мақал мәтелді белгіле дейді да, сіздерге мынандай 4 мақал мәтел береді. Жақсылап қараңыздар. Әке көрген оқ жонар. Мынау бірінші, мына жерде әке емес болып қалды ғой. Ештеңе етпейді. Әке көрген оқ жонар. Одан кейін келесі. Екінші. Жалқаудың жаны тәтті. Еңбектің дәмі тәтті дегенді береді. Одан кейін бір істі асынсаң, көп жұмысқа тап боласың дегенді береді. Енді сіздер осының ішінде қай мақал мәтелді жауап ретінде белгілейтін едіңіздер? Иә.
бір істі көп түсінсең, көп жұмысқа тап боласың. Жақсы, жақсы, өте жақсы. Өте жақсы. Қараңыздар. Қыздар, жігіттер, жақсылап тыңдаңыздар, иә. Мәтін мазмұнына сай мақал мәтел деген кезде мына тақырып рөл ойнамайды. Мәтін мазмұнына сай мақал мәтел деген кезде сіздер мәтіндегі тақырыпқа негіз қоймайсыздар. Мәтіннің несіне негіз қоясыздар? Мәтіннің негізгі ойына. Яғни сізге нені дәріптегісі келді? Сізге ақылды бол дегісі келді ма? Сізге көп оқы дегісі келді ма? Сізге ата-ананы құрметте дегісі келді ма? Міне сол секілді нені соған сай мақал мәтел белгілейсіздер. Мысалы, мәтін былай болып келуі мүмкін, ер азамат туралы, жігіт туралы айтып келуі мүмкін. Жігіт осы жасында мынандай деңгейге жетеді, мына жасында мынаны меңгеру керек. Жігіт осы жасқа келгенде, 13-ке келгенде отау иесі дейді деп келіп, ең соңында мәтіннің соңында не істе? Ата-анаңды сыйла, ата-анаңды құрметте, сені осы деңгейге жеткізген ата-анаң деген нәрсені көрсетуі мүмкін. Сосын сіздерге беріп қояды, ер қанаты ат деген секілді жігітке байланысты, жігітке жету өнерде аз деп. Одан кейін ата-ананы құрметтеуге байланысты бір мақал мәтелді беріп қояды. Ол не үшін? Ол сіздерді шатастыру үшін беріледі. Сонда сіздер не істейсіздер? Сонда сіздер көбіне ең соңғы негізгі ойдың негізіндегі, яғни анау ата-ананы қадірлеуге байланысты мақал мәтелді белгілеулеріңіз керек. Бізде көп оқушыларда мынандай түсінік бар, мәтінде не туралы көп айтылды, сол негізгі жаңаға белгіленетін мақал мәтел деп. Жоқ, мәтіннің соңында ғана тұруы мүмкін сізге айтқысы келген ой. Сіздер соған қарап белгілеулеріңіз керек. Енді мынандай нәрсе айтайық, мынандай нәрсе. Қазір мәтінге көшпей кино көресіздер ғой, иә? Кино көресіздер ғой. Мысалы, қазіргі соңғы қазақ киносында шығып жүрген «Жол» деген фильм бар, иә? Содан бастайық. Сосын ары қарай кім қандай кино көрді, соның негізінде негізгі ойды барлығын айтамыз. Мысалы, «Жол» деген фильм шықты, Жахан Отарғалиевтікі. Тақырыбы жол. Тақырыбы жол. Ал енді соның негізгі идеясы қандай? «Жол» деген шығарма, оның идеясы қандай болды? Қалай ойлайсыздар? Көргендер болса араларыңызда. Осы жолды талдайық. Сосын сіздер көрген фильмдер бойынша, әркім өзі көрген фильмі бойынша осындай тақырып осындай фильмнің, ал оның айтқысы келген ойы қандай болды, соны жазып шықсаңыздар. Бақыттың кілті дейді, Келінжан дейді. Жақсы. Араларыңызда көргендер болса. Жақсы, көрген фильмдеріңіз бойынша. Ол киноның тақырыбы осындай. Жаңағының жауабы үшінші болады. Көректі апай осы сияқты дейді. Келесі сабақтарда көреміз міндетті түрде. Көрмедім дейді. Сәл бұрынғы кино дейді. Жақсы. Сәл бұрынғы кино бойынша қандай киноны айтсақ болады? Сіздер өздеріңіз анаға апарар жол. Жақсы. Немесе кез келген әдеби шығарма. Мысалы, қараңыздар, мен былай айтайын, әдебиеттен оқыдыңыздар, оқымадыңыздар, мысалы, Ақбілек деген нәрсе бар, иә? Ақбілек деген шығарма бар, иә? Шығарманың аты Ақбілек. Неге Ақбілек деп аталады? Өйткені толыққанды шығарма сол Ақбілектің өмірі туралы баян етеді. Бірақ шығарманың негізгі идеясы Ақбілектің өмірі бола алмайды. Шығарманың негізгі идеясы не? Шығарманың негізгі идеясы ол кез келген анау адам біттім деген нәрсенің, соңы деген нәрсенің артында не бар? Бастау бар, жаңа нәрсе бар. Яғни адам болды, бітті, осы жермен бәрі тоқтады дегенмен де әйтеуір бір сый бар. Міне дәл сол секілді. Сондай шығарма, мейлі әдеби шығарма, я болмаса белгілі бір нені айтсаңыздар болады, көрген фильмдеріңіздің. Мен мына киноны көрдім, оның идеясы осындай. Жақсы. Берілмеу, Ақбілекте. Сынып кетпеу, яғни кез келген біттім, міне күн батты дегеннің артында күн шығады деген секілді. Томирис дейді, жақсы. Томиристің қайсар мінезімен бұрынғы заманның өмірі дейді, өте жақсы. Шұғаның белгісі туралы не айта аласыздар? Махаббат қызық мол жылдар, жақсы. Оның идеясы қандай? Өткенмен емес, осы шақпен өмір сүріп, болашаққа сену, Ақбілектің идеясы өте жақсы, Қарлығаш.
Енді қараңыздар, көрдіңіздер ма? Идея мен тақырып арасында айырмашылық бар, иә. Тақырып ақбілек туралы еді, сондықтан ақбілек деп қойылды. Ал идея ол мүлдем басқа нәрсені дәріптейді. Оң қол, иә, өте жақсы. Оң қол деп аталады, өйткені сол оң қолдың адамға қандай жаңағы қызға қиындық алып келгені жайлы айтылады. Жалпы шығарма оң қол идеясы не? Мүлдем басқа нәрсе. Қаһар, өте жақсы. Романтиканы қарап, енді негізгі таба алмай отырмын деп. Айырмашылық жоқ, орысша фильм көріп жүрсіздер ме? Жоқ, соңғы рет қандай орысша шығарма оқыдыңыздар ма, ағылшынша? Қазіргі жастар сіздер өте жаңағы білімдісіздер ғой. Қазір сіздер қазақ әдебиетінен бұрын әлемдік әдебиетке еркін жаңағы қол сұға аласыздар, әлемдік әдебиетті еркін оқи аласыздар. Зеленая книга дейді. Алия. Жақсы. Иә. Бақсы Жамал Міржақпуловтың шығарма енді Жамал туралы болғаннан кейін тақырып Бақсы Жамал деп айтылды. Бірақ сол жерде әкенің қызға жасаған дүниесі, қыздың қиын тағдыры баян етіледі. Өте жақсы. Әдеби шығарма оқымасаңыздар да фильм көретін шығарсыздар, қыздар, жігіттер. Иә, мысалы, бизнес по-казахски в Индии дейді. Индиядағы бизнес жалпы тақырыбы сондай. Бірақ негізгі ойы олар арасында қарым-қатынас өте жақсы. Міне көрдіңіздер ма? Кез келген шығармада, фильмде болсын аталу болады, бірақ оның айтқысы келген ойы мүлдем басқа болады. Өте жақсы. Атау керек. Жақсы шығарманың аты атау керек, бірақ жақындарыңды сыйлау тірі кезінде бағалау дейді. Өте жақсы қарлығаш. Оң қолдың негізгі идеясы махаббат әлемді құтқарады деп ойлаймын дейді. Жақсы. Қабдеш Мәділов тағдыр, мысалы қараңыздар, шығарма тағдыр деп аталады, бірақ негізгі идея анау сондай бір қазаққа жаны ашыған сондай тұлғаның өмірден өтіп кетуі болды, былайша айтқанда жалған жаланның несі болып кетуі, құрбаны болып кетуі. Азаттық дейді, дәстүр дейді. Тамшықара мысалы, иә. Анасын сағынған бала, мысалы жусан иісі деп айтылады, бірақ жусан иісі жалпы сол жусан иісіне қатысты, бірақ ол жерде дәріптелетін дүние бар ғой. Өте жақсы. Мен бәрін қате беріп жүр екен дейді. Кішкене пейт үйренесіздер, жабай алма. Зеленая книга дейді. Апай даусын жаңғырып естіліп тұр дейді. Қазір 1 минут. Жоқ, менде жақсы шығып тұр, екінші телефонда. Сәкен аялаған арулар деген кітап оқығам дейді. Өте жақсы. Жақсы. Енді жалпылама мәтіннің тақырыбы, негізгі ойы деген нәрсе түсінікті болған шығар, иә? Қазір сіздермен біз тағы бір мәтін талдаймыз. Мынау кәдімгі былтырғы жылғы ұбт-да келген мәтін. Алғашқы мәтін ретінде келген суға байланысты. Бірінші барыңыз дұрыстап тыңдайық мәтінді. Одан кейін осыған байланысты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Енді қараңыздар, тыңдаңыздар. Мәтін су деп аталады. Қатып тұр дейді. Менде жақсы естіліп тұр, қыздар. Білмедім қалғандарыңызда қандай екенін. Сосын YouTube пен Zoom-ның аралығында кішкене не болады? Жаңағы 1-2 минут не дейді? Айырмашылық болады. Енді қараңыздар. Су бүкіл тіршілік иелерінің негізгі құрамдас бөлігі. Ағзада су болмаған жағдайда жасушалар жұмысын тоқтатып, ағза уланады. Дәрігерлер мен салауатты өмір салтын ұстанатындар күніне 2 литр су ішуге кеңес береді. Өйткені ағзаны сумен тазартып, сауықтыру ең қымбат және сирек дәрі-дәрмектердің күшімен бірдей болып саналады. Су
табиғи дәрі. Жапонияның дәстүрі бойынша олар таңертең ояна салып су ішеді. Бұл зәр шығару жүйелерін, энергетиканы, дененің барлық функциялары мен жүйелерін оятуда оң әсерін тигізеді. Бүкіл әлем бойынша көптеген медициналық орталықтардағы ғылыми тәжірибелер арқылы сау адамдар үшін, сондай-ақ аурудан зардап шегетін адамдар үшін осы әдістің мәні дәлелденген. Сумен емдеу көптеген жерлерде оң нәтижесін берген. Кейбір ауруларды 100% емдеген. Сумен жүрек, қан тамырлары, артрит, семіздік, бронхит, астма, туберкулез, менингит, бүйрек, асқазан аурулары және тағы басқа көптеген ауруларды емдеуге болады. Сумен емделу процедурасы ішке қабылдауға арналады. Таңертең оянғаннан кейін ауыр металдардан, тұздардан тазартылған ауыз суды қолданыңыз. Ең дұрысы фильтрленген суды қолдану, қайнатылған және дистилленген су болмайды. Су бөлме температурасында болуы тиіс. Таңертең оянғаннан кейін тісті тазаламай тұрып 640 мл су ішу керек. Бұл процедурадан кейін 45 минут тамақ ішіп жеуге болмайды. Ішілетін судың көлемін аз мөлшерден бастап бірте арттырып отырған дұрыс. Бұл әдіс ауруларды емдеу үшін және денені қалпына келтіру үшін қолданылады. Сумен емдеу судың емдік қасиеті дейді, судың пайдасы дейді, өте жақсы. Өте жақсы. Енді кейбір дос қатып жатқан қыз-жігіттер, мүмкін сіздердің де интернеттеріңізбен мәселе бар шығар. Судың маңызы, судың адамды қоршаған ортаға тигізетін пайдасы. Ал енді кеттік, сіздерге берілген мындай сұрақтар бар. Кәдімгі ұбт-ның базасынан алынған. Енді мәтіннің негізгі ойы деген сұрақ берілген, кәдімгі жауабы бар сұрақ ретінде. Енді қараңыздар, мәтіннің негізгі ойы қандай? Судың құрамы мен қасиеттерінің сыры, салауатты өмір сүрудің тәсілдері, судың экологиялық проблемаға айналуы, кісі бойындағы су энергиясының құпиясы. Ал қалай ойлайсыздар, 4 жауаптан қайсысы дұрыс келеді бізде? Мәтінді жақсылап тыңдадыңыздар деген ойдамын. Судың құрамы мен қасиеттерінің сыры, салауатты өмір сүрудің тәсілдері, судың экологиялық проблемаға айналуы, кісі бойындағы су энергиясының құпиясы. Жақсы, 1, 2, 4 дейді, жақсы. Жақсы. Әркім әртүрлі жауап беріп жатыр. Біріншісі, екіншісі, төртіншісі дейді. Ал енді қараңыздар, ең бірінші судың экологиялық проблемаға айналуы деген жауап бізде келмейді. Бұл жерде суды экологиялық проблема ретінде осындай мәселе бар, су Қазақстанның жалпы экологиясы осылай әсер етіп жатыр деген нәрсе жоқ. Салауатты өмір сүрудің тәсілдері. Жалпы салауатты өмір сүрудің тәсілдері десек, оған таңертең ерте тұрып жүгіру, мынанша мың шаг жасау, немесе тамақты осылай мөлшермен ішу деген нәрселер кіретін еді. Сондықтан 2 мен 3 біздің жауабымыз бола алмайды. Енді 1 мен 4-тің қайсысы келеді, қалай ойлайсыздар? Судың құрамы мен қасиеттерінің сыры, кісі бойындағы су энергиясының құпиясы. Ал қалай ойлайсыздар? 1 мен 4. Бірінші негізгі ой табу болады, қыздар, жігіттер. Дұрыс жауап 4 болады.
кісі бойындағы су энергиясының құпиясы. Неге бір болмайды? Бұл жерде судың құрамына тоқталған жоқ. Суда мынанша пайыз жаңағы көміртек болады, суда мынанша пайыз жаңағы май болады деген секілді мәлімет берілген жоқ. Бірден су тіршілік иелерінің негізгі құрамдас бөлігі. Тіршілік иесі деген кім? Тіршілік иесі деген ол біз адамдар, иә. Сонда сол адамдардың ағзасындағы судың қандай энергия деген сол ғой, су қалай әсер етеді адамдарға, қалай өзгертеді, қандай ауруға себеп болады, қандай ауруларды жеңеді деген секілді. Сонда бізде бірінші дұрыс жауап ол кісі бойындағы су энергиясының құпиясы деген жауап болады екен. Ал енді келесі мәтінге сай мақал мәтел. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде, судай мөлдір бол, тастай сіңімді бол, таза мінсіз ашытас су түбінде жатады, судай тұнық сүттей ақ. Жақсы, бізде дұрыс жауап сонда қайсы болады екен? Бірінші жауап ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген болады екен. Неге? Өйткені қараңыздар, бізде көп оқушылар былай ойлайды да, мәтінде су ма? Ена судың біреуі ғой, судай тұнық сүттей ақ деген сияқты белгі салады оқымай тұрып. Сондықтан көрдіңіздер ма? Мәтін су туралы болған кезде айтқысы келген ойы сол су арқылы не істе, өзіңді емде дегенді білдіреді. Емде дегенді білдіреді. Сондықтан не істеу керек? Сондықтан ең бірінші нәрсе ол мәтіннің негізгі идеясын анықтау. Су энергиясы болғанда судың адам ағзасындағы әсер етуі ғой, яғни ол энергия деген нәрсе су адам ағзасына түскеннен кейін қандай деңгейде қызмет атқарады. Енді ұлттық бірыңғай тестілеу базасында осылай жүр. Мүмкін өзгеріс енгізілсе, айтармыз. Жақсы ма? Қазірше солай тұр. Енді менің шығарған, менің құраған сұрақтарым емес. Соны түсініңіздер, қыздар, жігіттер. Бұның барлығы кәдімгі тест центрдің сайтынан алынады. Енді конспект өздеріңіз үшін жазсаңыздар да, жазбасаңыздар да еріксіздер де. Мен жазба деп қинамаймын. Ал, кеттік. Жалпама бізде бүгінгі тақырып осы. Мәтіннің негізгі ойы тақырып дегенге байланысты. Енді соңғы 20 минут қалды. 20 минутта ұбт-ға байланысты қоятын сұрақтарыңыз болса, соларды қойып алсаңыздар, өйткені бүгін бізде тақырып жеңіл. Скрин жіберу керек пе дейді. Енді өздеріңіз білесіздер. Мындай нәрсе ғой. Оны қанша сіздерді скринмен тексергенмен, құпия сөз арқылы тексергенмен де бұл сөздегі маңызды нәрсе ол болашақ сіздердікі. Яғни қалай оқисыз, қалай дайындаласыз. Біз сіздерді қанша былай қинағанмен де, кіріңіз дегенмен де, ары қарайғы нәрсе өздеріңізге байланысты. Енді келесі сабақтан бастап осы мәтінге байланысты мақал мәтел дегенде көп